Сәкен Сейфуллин атындағы театрда тәуелсіздік сөз бен сурет атты ақындар мен суретшілердің байқау қорытындыланды. Оған егемен еліміздің дамуына үлес қосқан руханият өкілдері қатысты. Облыс әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов қатысушыларды құттықтап жылы лебізін білдірді. Тәуелсіздік сөз бен сурет байқауы жыл бойы ұйымдастырылады. Туындының мазмұны атында тұрғандай сөз бен суреттен құралуы тиіс. Онда ақындар мен суретшілер бірлесіп тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап кітап қылып шығарды. Сөз бен сурет атты үлкен байқаудың қорытындысы шынына келген кезде, руханият туралы айтқан кезде, елдің болмысы туралы айтқан кезде, елдің іргесі туралы айтқан кезде сөз бен суретті айналып кету мүмкін емес. Адам өз махаббатының бойындағы, өзінің ішінде құрылған сезімін қалай жеткізгісі келсе, соның анық екі жолы бар. Біреуі сөзбен жеткізеді, екіншісін суреттен жеткізеді. Сондай-ақ шарада көрме ұсынылды. Оған қазақтың көрнекті ақын жазушыларының, қайраткерлердің суреттері қойылды. Әдеби кеш одан әрі концерттік бағдарламамен жалғасты. Сөз зергерлерім, біздің қазақтың ғажайып тамаша ақындарым, мен осы жерде Маралтайды, Мұрат Шаймаранды, жаңағы Ерлан Жүнісов бауырымызды, осылар қазір саусақпен санарлықтай қазақта 5 ақын болса, 10 ақын болса, солардың ішіне кіретін ақындар, енді араларында жаңағы осында суретшілер. Енді сіздерді бүгінгі мереке құтты болсын. Негізі Қарағанды бұл жер өте талай ұлылардың кіндігін кескен, бесігін тербеткен ұлы мекен. Байқауда жеңіске жеткен ақындар мен суретшілерге облыс әкімінің алғыс хаттары мен сыйлықтары табысталды. Жаннұр Сүндетоллақызы, Қайыргелді Сәбит, Алмас Хамит, Сарыарқа телеарнасы.